Кім лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Әділдіктің бір жолы ретінде Тоқаев кеше бір қадам жасады. Кеше ма алдың күні жаңалық шықты. Қазақстан халқына деген қор, естеріңізде болса, қаңтардан кейін құрылған Қазақстан халқына деген қор бар. Сол қорға енді самұрық қазына табысының 7%-ын құйып отырады екен деп Тоқаев жарлыққа қол қойыпты. Енді сіз бұл жағдайды қалай да түзей алады деп ойлайсыз ба? Бұл 7% ақша қалай да көмектесе алады деп ойлайсыз ба жағдайға? Мен бұндай шешіммен мүлдем келіспеймін. Ол қандай қор Қазақстан халқына дейін. Оның менің естігенім бойынша бір 4 жекеменшік құрылтайшылары бар. Ол біздің, менің, сіздің қорыңыз емес. Оның осындай бір 2 әйел, сосын сол бір 2 әйел, басқа 2 әйелдің жеке қорлары құрған Қазақстан халқына деген қор. Ал самұрық қазына деген біздің мемлекеттік компания. Неге оның 7% тапқан табысы мына жеке қорға берілуі керек? Ол бір мәселе. Екіншісі, ол енді 1 жылдай ғана істеді ғой. Қанша істеді? Бұл қордың бір бітірген дұрыс жұмысынан жанжал көп. Өткенде бір керек емес дәрігер сатып алған. Оған жанжал болып, ана қордың жаңа қамқоршылар кеңесі бар ғой. Соның ішінде өз сыйлайды деген адамдардың бәрі менің естігенім бойынша өз басымен, өз еркімен жерден шығып кетті. Мен бұндай шешімді дұрыс деп санай алмаймын. Неге біз мемлекеттің компаниясының, жаңағы самұрық қазынаның тапқан табысының, заңды тапқан табысының 1% болса да, сонда жеке қорға беруіміз керек. Онда бұл қорды ана адамдар тапсырсын, мемлекеттік қор болсын. Оның ақшасы қайда жұмсалады? Ертең мына парламент шешетін болсын. Депутаттар дауыс беруге шығаратын болсын. Халыққа жарияласын. Қайда барады? Әр тиыны қай мақсатқа, қай жерге жұмсалады. Ал бұлай құрып қойған бір жекеменшік қор Қазақстан халқына деген. Мен оны түсінбеймін. Мен ондай шешімді заңды деп айта алмаймын. Депутаттар демекші, сұрамай кетпесем болмайды. Сіз жақында ғана мәжіліске өзіңізді жаңа тәуелсіз кандидат ретінде тіркеліп, үміткер болдыңыз. Енді бүгін кеше Жаңаөзенге де байланысы бар. Жаңаөзенге қолдау көрсетіп шыққан жаңағы Рысбек Сәрсенбайұлы бар. Сосын алдында әділетті сайлау талап етіп, сайлауды қайта өткізуді талап етіп 9 наурызда митинг ұйымдастырған бірқатар Мұхтар Тайжан олардың ішінде, сосын Әлмір Ильяшев, тағы біраз азаматтардың барлығын үйін алып кетіп 15 тәулікке қамаған естіген боларсыздар. Осы туралы пікіріңізді білдіре кетсеңіз, және де сізде бұл кісілермен бір неде болдыңыз ғой, бір блокта болдыңыз ғой. Енді ары қарай қандай жоспарыңыз бар, қандай стратегияңыз бар? Енді мен ол кісілердің наразылық көрсетіп шыққандарын бәрін қолдаймын. Өйткені былтыр қаңтар оқиғасы болғаннан кейін, сосын жаздағы референдум өткеннен кейін біздің халықта осындай бір үміт пайда болды. Енді әділдік орнар, осындай заңды таза сайлауға біздің де қолымыз жетер. Ал бірақ соңғы болған сайлау менің түсінгенім бойынша сол елдің үмітіне түкіру болды. Сол елдің үмітін аяққа таптау болды. Өйткені мен түскен округтың да қазір біздің жігіттер сол сараптама жасап жатыр. Қолымызға түскен 45 участоктың протоколдарын жинады. Сонда қарап көрсеңіз, біз бір округта 24 үміткер болған екенбіз. Сонда мысалға бірінші көріп тұрғаны. Біздің қолымызда 45 протоколдың ішінен тұрады. 4 әртүрлі участок әр жердегі. 23 адамның барлық результаттары бірдей. Ол деген математика бойынша мүлдем мүмкін емес нәрсе. Ол нені көрсетеді? Жоғарыдан команда берген, мынаған былай, мынаған былай, мынаған былай жазып бересің. Ол 4 участок бар. Одан басқа тағы бір участок олардікі. Тек қана бірінші орын берген Базарбек деген азаматтікі басқаларынан ерекше. Қалғандарынікі мысалға әр участокта енді
сайлаушылардың саны әртүрлі. Бір жерде 2000, бір жерде 2500, бір жерде 2700. Сол сайлауға келген адамдардың, қатысқан адамдардың да саны әртүрлі. Бір жерде 200 адам, бір жерде 250 адам, мысалға, иә. Ал бұлар протоколын жазғанда көрсетеді 23 адамның результаттары 4 участоктың. Бірдей маған мысалға әр участке 5 дауыстан ғана жазған. Біреулерге 30 дауыстан жазған. Біреуге 15-20. Ондай болмайды. Бұл деген көрініп тұр. Просто қолдан жасаған, енді шындыққа ешқандай сәйкес келмейтін нәрсе екен. Сондықтан менің бағам осы, мен ойлаймын, бұл сайлау елдің үмітін аяққа таптау сайлауы. Ал енді ол азаматтар жиналып наразылық көрсетіп, өткенде митингке шығып, онда үндемей қалған сияқты еді билік. Бірақ халыққа олардың бәрі кешегі мына Жаңаөзеннің азаматтарын қолдағаннан кейін, одан кейін де митингке шақырды. Сонда келіп бәрін ұстау басталды. Енді ойлаймын, ол бұрыннан да келеткен нәрсе ғой, осы 30 жылдың ішінде бірнеше болған жағдай. Ақыры түбі аяғы неге жететінін бүкіл халық көріп отыр. Енді осы күнгі билік сол жолға түскені болса, онда енді оған қуануға негіз жоқ. Мен түсінгенім осы. Жалпы бұл жыл, өткен жылда осы жылда бізге саяси жағынан қиындау болды. Қаңтардан кейін елдің жағдайы, экономикалық жағдайы да қиын болды. 2 сайлау өтті, 3-ші сайлау осы жылы өтіп жатыр. Батыс Қазақстанда жиілеп кетті, мысалы үшін неміс наразылық акциялар, ереуілдер. 68%-ға жұмыссыздық өсті дейді, 20% инфляция болды дейді. Бұның барлығы енді елдің жағдайын қиындатып жатыр. Бұл жерде наразылық акцияларына, биліктің жауабына қандай баға берер едіңіз? Бұл жерде қандай тактика дұрыс деп ойлайсыз, дұрыс болушы еді деп ойлайсыз биліктің тұсынан? Және де мына Жаңаөзендегі болып жатқан кризисті қалай шешуге болар еді қазіргі жағдайда? Мысалы, соңғы жұмысшылардың, мысалы, тендер ұтпаған компанияны басқа мына жағынан тартсаң, жаңағыдай арба сынады дейді, мына жағынан тартсаң бұқа өледі деген жағдай бар ғой. Бұл жерде 2 компания. Бұның барлығын сіздің өзіңіздің сарапшы ретінде пікіріңізді айтып кетсеңіз бұл жағдай туралы, бұл жағдайдың шешімі туралы. Енді мен былтыр бәріміздің да бүкіл халықта үміт пайда болған еді. Бірақ мына қарап көріңіз. Мына 19 наурыз күні сайлау өткіздік. Иә? Ал оған 31 миллиард теңге ақша кетті. Ал қандай нәтиже болды? Сол баяғы парламент қалай отырды, бастықтарына дейін, парламенттің төрағасы, мәжілістің бәрі сол күйінде қалды. Ал былтыр мына Әлихан Смайыловтың үкіметін, енді қаттырақ айтқанда, боқтамаған адам жоқ біздің елге. Бәрі сол күйінде қалды. Онда мен түсінбеймін. Соншама халықты көтеріп, соншама халықты осында бір қобалжуға жеткізіп, дүрліктіріп елді. Иә? Ақыры неге жеттік сонда? Қандай жақсы нәтижеге келді? Ештеңе өзгерген жоқ.